Саламатсыздарбы, менің аты жөнім Қалмақова Эльмира Болатқызы. Мен Өлеңді негізгі орта мектебінің мектеп алды даярлық тобының тәрбиешісімін. Бүгінгі өткізілетін ашық сабағымыздың тақырыбы қарапайым математикалық негіздер сабағынан тақырыбы геометриялық пішіндер еліне саяхат. Балалар, біз бүгін математика сабағынан ашық сабақ өтеміз. Біздің сабақтың тақырыбы геометриялық пішіндер еліне саяхат. Енді бәріміз апайға тақтаға қараймыз. Ең бірінші бізде тұрған жасыл түсті бұл қандай пішін? Үш бұрышының түсі қандай? Енді екінші тұрған пішініміз қандай? Төрт бұрыш. Түсі қандай? Ашық қоңыр. Үшінші бізде қандай пішін? Шеңбер. Түсі қандай? Күлгін. Төртінші бізде қандай пішін? Төрт бұрыш. Түсі қандай? Енді балалар, біз осы пішіндерге байланысты осы біздің тобымыздың ішін қарайық. Орнында отырып қараймыз. Үш бұрышқа не ұқсайды? Гүлдің орны, гүлі. Содан кейін тағы не ұқсайды бізге? Тағы гүл отырған ыдыс. Содан кейін тағы не ұқсайды? Күннің шуақ сары. Тағы да не ұқсайды бізге? Енді екінші бізде тік төрт бұрышпен не ұқсайды? Кім айтады? Қол көтереміз, шуламаймыз. Инабат айтады. Ол не ұқсайды? Төрт бұрышқа. Не ұқсайды? Инабат айтамыз. Не ұқсайды? Не сендер оқы? Парта. Тағы не ұқсайды аяғым? Төрт бұрышқа не ұқсайды? Айтамыз. Апайдың сесіңіз? Аяғы не ұқсайды? Төрт бұрышқа. Қауысар төрт бұрышқа не ұқсайды? Ол не ол? Көбеге қабырғада. Келесі бізде не? Шеңбер. Ал енді қараймыз сыныптың ішін. Шеңберге не ұқсайды екен? Не ұқсайды? Бауыр? Бауырсақ түсі қандай екен аяғы? Ойыншықтар түрлі түсті. Ойыншықтар, иә? Қауысар, ол не ұқсайды? Күннің көзі түсі қандай қауысар? Сары, өте дұрыс. Келесі балалар, енді бәріміз тақтаға қараймыз. Біз бүгін өз бетімізді жұмыс жасаймыз. Қараймыз. Ең біріншіміз мынау тапсырма береміз, иә балалар? Бізде ақ қағазға апай сендерге үй салып қойды, иә балалар? Енді біздің сол үйде осы тік төрт бұрыштардың көмегімен терезе жасаймыз. Сосын есік жасаймыз. Содан кейін төбеге енді алдарымызға қараймыз. Партыларында әрқайсысында үйді апай қойып қойған. Ішіндер тұр, соларды желімнің көмегімен жабыстырамыз. Желімнің көмегімен. Желім бар ма? Жабыстырамыз. Кәне бәріміз орындаймыз. Үйді аламыз аяқ. Үйді аламыз. Несін жасаймыз. Терезесін жасаймыз. Қайсыз желімді алады клеймді. Қане клеймді. Апай. Терезесін жасаймыз. Есігін жасаймыз.
bir taqsima bizga ko'ylak. Burada da biz ko'ylakning qanotlarini o'sha turli tusda pishindiri orqali bärini bo'yaymiz. Tushundikmi? Qaraymiz. 3 turush bizga qanday tush ekan? Qizil, 4 turush qanday ekan? Jasol, shevet, sara. Endi aldarni qaraymiz. Aldarni orqali ko'ylak qo'ydi sizlarga dayım. Bunda biz bolalar turli tusda qarindoshlar yasaymiz. Kızılıyım, terus shimbir, sarıyım. Kızıl. Allah bugün pişin yerden kaytadan ötemiz. Qanday pişin? 3 turush qanday? Buni bizga qanday pishim? Sherbet qanday? Sara. Buni bizga 4 turush qanday? Jasol. Buni bizga qanday? Qizil. Vallahi yetinajimiz sandarni qaytalab o'tamiz, ya. Qani ba'rini aytamiz. 1 2 3 4 5 6 Sabaqlar qanday taqib o'tdi? Ne dolaydi? Geometriyalı pishindi. Qanday pishindirigan aytamiz? 3 Bugün bizga sanatda 5 bala qatnashdi, ya bolalar. Shu toplardan boshlab. Hozir bugun bizga sabaqqa mutti yaxshi qatnashdi, qatnashdi. Bugun taqsimlarni o'rnadi, o'zbekning she'riga bo'yadi, yilmen yumush jasadi, sandarda atab chiqdi. So'ngda biz bugun Kavsarga 200 tenge berdik. Kavsarlarda nima qo'shimcha qilib sanat. Sizce Gaziz de bugün bizim sabahka katıştı, ya. Bugün 3 taqsimlarni o'rnadi, o'zining betiga hech kim ko'rmadi, kerak bo'lmadi. Turli tusda qarindoshlarni yumush jasadi, bärini bildi, ya Gaziz. Gazizga da bugun apay 200 tenge berdi. Apay bir qo'shimcha salat. Üçüncü bala bizga Ayaru bizim kızımız. Ayaru bugün 3 taqsimlarni o'rnadi, jabsirdi, sanadı, ya. Şimdi atab chiqdi. Ayaruga da apay bugün 200 tenge berdi. Albatta, yine var degan kızımız bugün aşk sanatına katıştı. Şimdi de apayga aytib berdi, ya. Taqsimlarni o'zi o'rnadi, o'zi hech kim ko'rmaydi. To'lishni apay da o'g'an dedingizda 200 tenge beradi, ya. Yine bak sanat qo'shiladi. Kelesi bizga Sakina yarumimiz bugün katıştı, javob berdi, o'rnidan turdi, ya. Bärini aytdi. To'lishni apay o'g'an 200 tenge beradi. Ayol sanat qo'shiladi. Vallahi sizlarga o'zingizga sabaq unadimi? Sabaqni tushundikmi? Ne aytdik biz? Ne to'g'ri aytdik? Pishir, ya. Agar sizlarga sabaq o'ta qattiq unasa, men yerdan bir smaylik olib, ikkinchi qo'shimga solamiz. Birinchi Kavsarga apayga bosdi. Bir smaylik olasiz o'zi. Salasi. Gaziz bilir. Gaziz sana sabah oladimi? Ama smayliklarla bak qo'shimga sol.
Bak